Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кептірілген алма компотын қалай дайындауға болатынын көрсететін боламын. Өте қарапайым рецепт, ең бастысы ешқандай қоспасыз табиғи өнімдерден жасалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті су, кептірілген алма, қант және де лимонный кислота қажет. Ең алдымен кептірілген алманы 2-3 мәрте жақсылап жуып аламыз. Енді су қайнаған уақытта сухофруктыйды салып, бетін жауып қайнатамыз. Бірінші қайнағаннан кейін асын жай отқа қойып, қантты салып жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Енді лимон қышқылынан бір ас қасық салып араластырамыз. Бетін жауып, баяу отта 20 минуттай қайнатамыз. Міне біздің компотымыз толықтай қайнатылды. Бетін жауып, салқындатып қоямыз. Міне біздің компотымыз дайын болды. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Айгерім. Келесіде кездескенше.